Так, соңғы үшінші есеп бізде жазылмай қалыпты. Айдын, Санжар, Асқар үшеуі балық аулауға барады. Балалар сәйкесінше саны К, Л, М болатын балықтар аулады. Достар аулаған балықтарын тең бөліп алса, оларға неше балықтан тиеді, неше балық қалады. Яғни олар қазір Айдын 8 балық, Санжар 7 балық, Асқар 11 балық аулаған. Яғни үшке бөлетін болсақ, бізде әрқайсысынан 8 балықтан тиеді, ал 2 балық артылып қалады екен. Соның программасын құрайық. Python'да ашамыз ол үшін new file. Енді k тең int input. Енді осыдан l empty шығара саламыз. L және не жерде m болады. Енді осылардың қанша балық аулағанын есептеп, оның несін аламыз. Яғни теңде қаншаға бөлінеді және артық қалған балық санында. Енді жалпы суммасын білу үшін S тең K плюс M плюс L плюс M болады. Енді соңында принтке жай ғана S 2 бөлінген 3-ке, ол бізде қанша балықтан тиетіні әр адамға және қалған балықты есептеу үшін S процент 3-ке болады. Сонда жауабы қазір балық дей салайық. Сонда бізде шығады. Мысалға 8 балық, 7 балық, 11 балық ауласа, 8-де 2 балық аулаған болады. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.